Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Арай. Бүгін испандық тоқаштар әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажет заттар: ұн, сүт, жұмыртқа, қант, ашытқы, тұз, маргарин. Алдымен жылы сүтімізге ашытқымызды қосып аламыз. Барлық қант мөлшерінен 3 шай қасық қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бес 10 минутқа қойып қоямыз. Енді електен өткізілген ұнымызға тұзымызды саламыз және қантымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осы видеодағы стақанмен 5 стақан ұн. Енді 3 жұмыртқамызды қосамыз. Сүт пен ашытқымыз реакцияға түсті. Ұнымызға қосамыз. Қамырымызды илейміз. Енді үй температурасындағы маргаринімізді қосамыз. Әрі қарай қамырымызды илейміз. Бізде қамыр осылай жабысқақ болып шығады. Енді 6 стақан ұнымызды қосамыз. Қамырымызды илеп алдық. Қамыр қолға жабыспайтын, жұмсақ болып шығуы керек. Көрсетіп тұрғанымдай қолыма жабыспайды. Ыдысымызға салып 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді крем дайындаймыз. Ыдысымызға сүтімізді құйып, үстінен қантымызды саламыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Шым-шым тұзымызды қосамыз. Және ас қасықпен 3 үлкен қасық толтырып ұн қосамыз. Баяу отта үздіксіз араластырамыз. Міндетті түрде үздіксіз араластырып тұру қажет.
Міне біздің креміміз қоюланды. Енді шай қасықтың ұшымен ванилин қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, суытуға қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді қамырымызды түсіріп аламыз. Бірдей бөліктерге бөліп, домалатамыз. Он 15 бөлікке бөліп қойдым. Енді бетін жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. Шетінен алып, қамырымызды жаямыз. Кремді тек бөлме температурасында суытамыз. Холодильникке қоймаймыз. Енді ортасына кремімізді саламыз. Рулет тәрізді етіп ораймыз. Одан кейін ұлу тәрізді етіп ораймыз. Қойып шықтық, енді 15 минутқа көтерілуге қоямыз. 15 минут уақытымыз өтті, бетіне ештеңе жақпаймыз. 180 градуста 25 минут пісіреміз. Міне достар, біздің испандық тоқаштарымыз дайын. Өте жұмсақ. Ортасында нәзік кремі бар. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.